ендеше екінші жұп ақындарын онлайн эфирге шақырайық. Қостанай қаласының ақыны Ыбырай Алтынсарин мұражайының директоры, айтыскер ақын, композитор Марғұлан Оспанов. Марғұланмен айтысатын Бейімбет ауданының атақты ақиығы, республикалық халықаралық айтыстардың жеңімпазы Мамыражай, Мамай, Істілеу ақындарға өз бағаларыңызды беріп отырыңыздар. Көсілсем көмейімнен ән ағыла, жырласам тілімнен бал тамады ма? Көрерменсіз айтысып бір көрейік, қошеметсіз ғұмарым қанады ма? Онлайн айты жасап түйім ойнап, қосылдық жыр бәйгенің алаңына. Жақсы деп үйренген жау атыспаққа, Мамайда тап келіпті таланыма. Домбырамды қолға алмай көптен бері, шаң тұнып қалыпты ғой шанағына. Ассалаумағалейкум, сәлем бердім, жыр сүйер дос туысқан жараныма. Қызықты қызу айтыс көрсетейік, шабыттың шаламас боп шырағын алмай. Ал Мамай қалың қалай нарақының, тұлпарең талай топты жаратығын. Жаңа оқу жылына дайынсың ба, мектепке балаң бар ғой баратығын. Айтпақшы ойлап таптық қашықтықтан, онлайн оқудың жаңа түрін. Әйтеуір таусылмадау реформасы, бүгінде білім беру саласының. Бастауыштан балалардың басы қатты, қауырсыны қайрылып қанатының. Әріпті әліппеден таныттырмай сауат ашу шығарды бала тілін. Олылар әліппенің негізін сап, көтерген тіліміздің дара туын. Әйтеуір әліппені қайтардық қой, әліппені қайтардық қой, жанымыз тапқандай боп жаңа тыным. Ал бірақ әдебиеттік оқу пәні өзгертті кезіндегі ана тілін. Тағы бір күн туар ма, әліппедей ана тілді қайтарып алатұғын. Мектепте оқып жүрген балаң бар ғой, осыған сен не дейсің, аратырма. Ежелгі досым едің сыралысқан, көргенде қауқылдасып құрақ ұшқан. Ал бүгін құшақтасу бұлай тұрсын, адамдар амандасып жүр алыстан. Ас беріп сауын айтып той жасайтын, бақытта басымыздан жырақ ұшқан. Жұмадан да айырған жоқпалы дерт, жүдетіп жанымызды жүдә қысқан. Мұсылман жүр кірәлмай мешітіне, қабылдап басшы заңын құбалысқан. Қашықтан жұмыс жасап бізде жүрміз, дегендей аман шықсақ мына қыстан. Онлайн айтысты да жасадық қой, сусында өлең атты бір ағыстан. Отырмыз үйден шықпай мысықтай боп, түздегі біз едік қой тірі арыстан. Иманымыз әлсіреп кетпес екен, жамағатсыз оқылып жұма құтпаң. Бірақта Мамай осы карантинде сен емес заңнан қорқып сірә бұққан. Жұрттың бәрі ауырып жатқан кезде, өкпеңді таза ұстапсың мына құрттан. Антисепті ішіп жүр деп естідім,
вирусқа ем болады деп бірақ ұрттам. Сосында тәж-тажалы қорқып жүрау, әйтеуір босамайсың құдалықтан. Жаманның баспаушы едім мінін бетке, жақсыны мақтаушы едім тілім жетсе. Кесірі бір жаманның мыңға тиер, жараның бетін тырнап іріңдетсе. Карантиннің талабын орындамай кейін адамдар таратты ғой сырын көпке. Кімнің туыс-туғаны ауырды деп күмәндана қарап ет бұл індетке. Сенбейтіндер өздері ковид болып, дәрі де жетпей қалды бүгін көпке. Солардың сөзін тыңдап аңқау қалып, ел жинап думан тойын гүрілдетсе. Ажалына асыққан алаңсыздар, бәрібір өлесің деп күнің жетсе. Халықты осылайша кері күттеп, көбісінің ұшырдау күнін көкке. Солардың обалына қалғандығын сезіне алар мекен білім жетсе. Тығылып той жасауды доғармасақ, тосқауыл қоя алмаспыз бүгін дертке. Жайқалған сары бидай аумағында жаршы боп келді ақындар алдарыңа. Бүгінгі айтысыңның себепкері мың сәлем Денисовке ауданыңа. Жатса да карантинде алталашын еледік, кеңге салған арқабасын. Халыққа қиын сәтте жыр сыйлаған, берекен түйіп ойнақ қарқамасын. Нағима апам сыйла ауылына, жатыр ғой айтыс жасап қауымына. Және де Ақсарайдың директоры Арзамын Тайжан атты бауырым. Марғұлан тәнті едім өнеріңе, бірақ та келіспеймін дегеніңе. Әліппе қайтып келді уайымдама, Ахмет таныс ғалым өреліме. Ана тіл ол да ертең оралады, қазақ тіл ие болса беделіне. Онлайын оқытқанға қарсы емеспін, бар еді оны қолдары себебімде. Шәкірттер күні ертең сырқаттанса, білімнің іштей берген керегіне. Бармайып ақын үнің ерегеске, ерегес апарады төбелеске. Одан да аға менен іні болып, сыйласып айтысқаның жөн емес пе? Бет ашып құдалықты мен басқарсам, ақындар той бастайтын өр емес пе? Талабын карантиннің бұзғаным жоқ, мен сізде жасырын той көп емес пе? Жиенің күні кеше тұрмыс құрып, құда боп шалқып жүрген сен емес пе? Естілді десек та
шырағы тамашаны, ай көркіп биіктетер аласаны. Антисепті ұрттады деп сөз қылдың ал Марғұлан, қай жермен балашады. Көзіңмен көрмегеннің бәрі өсек, өсекпен әйел ғана санасады. Әйелге өсек рақым болғанменен, еркекке еркек болған жарасады. Жақсы сөз жаққанменен жанымызға білмеймін, сорымыз ба, бағымыз ба. Көрейік ойдан орып, қырдан қырып, дұрыс сөз салса Құдай жағымызға. Айбарым ата заңым дегенменен, айналса деп білеймін арымызға. Дегенде көпшілікті құттықтаймын, келіпті мүшел жасқа заңымызды. Сөзімнің тереңіне бойлайсың ба Марғұлан, бұлбұл құстай сайрайсың ба? Көл қылған көздің жасын көпті көрдім, соларды жырыңменен қайрайсың ба? Сен таққан заңды бұзған шенеунікті болмаса бір шыбықпен айдайсың ба? Екінші мамандығың заң кереді, заң бар деп біздің елде ойлайсың ба? Әр дәуірде әр түрлі хандар менен ел қауышты өзгерген заңдар менен. Әр заманның өз заңы болады екен, ауысып азат елмен алғырлеген. 25 жыл тарихы бар конституция, биігі өресінің заңғар дерем. Сұрасаң мамай бізде заң бар дерем, тек оны сақтамайтын жандар дерем. Ата заң аласармай жасай берсін, арайлап бейбіт атқан таңдар менен. Жасалған заңның көрдік түрлі жолын, өткенді бүгініме үлгі көрдім. Қасымхан қасқа жолын бастағанда, тұралап қалмаған тірлік оның. Есімхан ескі жолын жаңғыртқанда, халықпен арта түсті бірлік оның. Тәуке хан жеті жарғы жасағанда, еңбегі болды бізге үлгі оның. Дала мен баба заңын негізге алып Нұрсұлтан жалғастырды нұрлы жолын. Қасым Жомарт келеді ел басқарып, билердің үлгі қылып ізгі жолын. Мамайдың қайтқан шығар беті бері, білмеймін нені көздеп не тіледі. Еліміздің заңына көңілі толмай, манамаған, еліміздің заңына көңілі толмай, манамаған мысқылдап кетіп еді. Сендейлер өз құқығын білмеген соң, бізде осы заң бар ма деп лепіреді. Адамның өмірі мен құқығы үшін заң талай заманға сай жетіледі. 9 тарау 98 баптан тұрған заңымның белі қатып бекіп еді. Басты құжат атанған конституция кемел келешегінің кепіледі. Ата заң айбынымыз асқаралы, заңды білген қалайша жасқанады. Бірінші бетін ашсаң ата заңның,
біз деген сөзден алғаш басталады. Мұндағы біз деген сөз қоғамда айтқан, ал қоғам заң болмаса ластанады. Парламенттің шығарған заңы менен үкімет үкім жасап басқарады. Ал басшыға бағыну дала заңын санадан ешкім алып тастамады. Тәртіп пен тәрбиенің көзі болған ата заң адамзаттың тәртіп пен тәрбиенің көзі болған ата заң адамзаттың асқағары. Амыра ынтымағын ойламаған, арысынан құрғалып аш қалады. Бұл жүйенің басқару тетігі заң. Әділдік заңмен орнап расталады. Тек қана тура билер ел билесе, халықтың орындалар бас талабы. Бәріміз заңды сыйлап сақтай білсек, мемлекеттің мызғымас тас қамалы. Алмамай кеңге самға қанатыңды, өнерлі жан едің ғой және ақылды. Бейімбет ауданына қызмет етіп, арттырдың біліктілік санатыңды. Депутатқа сайламақ болып еді деп Мамай халық үшін жаратылды. Депутатқа кандидат боп барғанда шығарам деп бармадың дәл атыңды. Халық қолдап өзіңе сенім артты. Алдымен дамытар деп ана тілді. Арттырып әлеуметтік әл-ауқатты жасасын деп ел үшін шара түрлі. Өзіңді жақтаушылар дауыс берді. Көтерсін деп пенсия жалақымды. Адалдығыңды көрген соң үміт артып, адалдығыңды көрген соң үміт артты. Әділ деп қақ жаратын қара қылды. Бірақ депутаттыққа өтпей қалдың, басына жинасаң да бар ақылды. Депутат болмағаның ол да жақсы, көріп жүрміз көп ұйықтап қалатынды. Депутат болып кетсең жоғалтар ек, Мамайдай ақиқатшыл нарақынды. Қайтейін тереңірек қозғап бәрін, келмейді бұдан әрі созбақтағын. Сыншылдардың қолына билік берсең, аузының өзі жабар өз қақпағын. Немесе мергендерден мысық айтар көргенде, құралайды көзге атқанын. Бұғалыққа бағынбас батылдардың, ауызына құрған соң сөз қақпанын. Турайтып туғанына жақпаған соң, құрбан боп кеткен талай боздақтарыма. Айтайын сөздерімді ойға келген, қашпаймын қызметтен қолға берген. Депутат бола алмадым, оның рас нұр отан кандидаты шамға көнген. Жолы көп саясаттың шұбар ала шалдардың қамшысындай талдап өрген.
депутат болмағанға өкінбеймін, ақындық мандатым бар, Алла берген, ай. Жайқалған сары бидай дала көрдім, от шашу жарқылдатқан қала көрдім. Ала алмай баласына жәрдемақы қол жайған көп балалы ана көрдім. Көл қылып көздің жасын үйде отырған киімі жоқ жалаң аяқ бала көрдім. Билігі болған менен берері жоқ, кәдімгі атқа мінген аға көрдім. Қолымнан келетұғын дәрменім жоқ, елжіреп ет жүрегім қала бердім, ай. Болса дағы маған бәрі ақының елі үшін алаңдады. Шендінің біреу едім морғылан жан дей көрме, бұл билікті жамандады. Интернетте халық шулап жүрген менен жаңалық әдемеді хабардағы. Еліміз егемендік алған менен тіліміз тәуелсіздік ала алмады, ай. Қаншама оқталсам да мақтағым кеп, бірақ та басқашалау ақпарым көп. Айтыстып шақырған соң айтамыз ғой, әйтпесе опай жинап жатқаным жоқ, ай. Сөзім жоқ марғұланның беделіне, жігітсің жетіп жүрген дегеніне. Айтыскер ақын әнші жыршы күйші көп еді бұл інімнің өнеріне. Екеуміз заң жайын айтамыз деп уақытта өтіп кетті әне-міне. Биылғы жыл Шәмшінің мерейтойы айналған қазақ вальс короліне. Тағы да тыңдарманды таң қалдыршы Шәмшінің салып алып әуеніне, ай. Сен едің көріп келдім, тағы не көріп келдің, өңіңде көргеніңді өлең қып өріп бердің. Қара көзіңмен мөлдір тек проблемалар көрдің. Кел шаттығын жырла сен осы елдің. Бақыт жоқ талаптанбай, шабыт жоқ қанаттанбай, біздерді жырлау үшін ақын қып жаратқандай. Қара көзіңмен мөлдір тек проблемалар көрдің. Сен кел шаттығын жырла сен осы елдің. Ән жазып құмарыңды қандыр алман, мәңгіні қалдай ақып қалдыр алған. Қазағымның сыйғызып бар болмысын, Шәмшінің жүрегінен ән құралған. Ән аға
әнін қалдырған әрбір әні таусылмас біздер үшін мәңгі маржан. Көзінің тірісінде сездім екен киімін жазып кеткенін ән құмар жан. Әруағың разы болғыр шәмші атамай, көкейіңде қалды ма сәл бір арман. Бұл өмірде қадірлі не бар дейсің, конституция елтаң бату ән ұраннан. Тілмендін дәстүріміз мәңгі жасап, арайлап ата берсін таң нұр алдан. Кетпесін төбемізден енді арай күн, халқымның амандығын мен қалаймын. Шәмшінің әніне сап әуелеттім, ал енді әнін шырқа сен де байдың. Бәрінің мерейтойы құтты болсын, мен өзім ұлыларға тең қараймын. Айтысты тоқтатайын кезек беріп, тілегін мен де тыңдап ермамайдың. Айтайын ақылмен сеніңге жақынмен, мен деген әнші емес айтыскер ақынмын. Абайдың әніне ғашық қой бәрі де, дауысым жетпей тұр айтарым әлі де. Орындалып көпшіліктің талабы, аналардың болар бәлкім қалауы. Қазақстан жас мемлекет сенейік, сенім артсақ бәрі жақсы болады. Абай сөзі жылдан жылға жаңғырып, адамзатты келеді ылғи таңғылып. Өр сөзімен өз бейнесін жасаған ұлы Абай ұмытылмас мәңгілік. Қазағыма келген кезде азат күн, азатпын деп бар әлемге сөз айттым. Шәмші жазған менің елім әуені, ән ұраны болған жоқ па қазақтың. Айтыстағы мерейімді өсірген, түйе бойдақ кетпейсің еш есімнен. Аман болшы қайда жүрсең марғылан, мен сөзімді аяқтадым осымен. Аман жүрші қайда болсаң марғылан, мен сөзімді аяқтадым осымен. Ал құрметті көрермендер, осымен ақындар айтысы тәмам болды. Кім жеңді, кім жеңілді, оның бағасын сіздер беретін боласыздар. Мінекей, төменде өз ой пікірлеріңізді, өз дауыстарыңызды қай ақынға бересіз,